Құрметті достар, атты қалай ерттеу керектігін көрсетеміз. Бірінші ең астына керлік саламыз. Одан кейінгісі ішкі тоқым. Ішкі тоқым осының үстіне түседі. Бірге расайымдары, мысалы алғы керек. Одан кейінгісі сыртқы тоқым. Сыртқы тоқым. Бізде желдік. Желдікті осылайынан саламыз. Одан кейін ерді саламыз. Ерді ат үріп кетпес үшін жалайтын үзеңгінің басына, ердің басына салып алған дұрыс. Келтіреміз. Мынау шоқтығын басы қамас үшін тоқымды сәл көтеріп қоямыз. Плотно тұрды. Ендігі бізде мынау шоқтығын басы қамас үшін тоқымды сәл көтеріп қоямыз. Плотно тұрды. Ендігі бізде ішкі тартпаны аламыз. Үзеңгі былайынан түскен кезде осыны артынан түсу керек. Тартпа. Осылайдан түсу керек. Пока бірінші атты ерттеген кезде ат ішін керіп тұрады. Былайынан жетпейтіндей болса, сыртқы тартпа. Мына жақты қараймыз, тура түсті. Болды, орнына түсіреміз, бері қарай түсіреміз. Оқтасын шешеміз. Қашып кетпес үшін кестесі болу керек. Келтіреміз алақанмен. Мына жібін былай қайтамыз. Өткізесің. Мен мойын қатты қыспайтындай айналдырып астынан болды. Біздің атымыз дайын. Құлағын тұр қайшылап қазанаттарың, бақ пен бабы сай келсе